Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколадтан жасалатын осындай шариктар дайындаймыз. Бұл шариктар торттарды безендіргенде әдемі көрінеді. Ең алдымен бізге осындай форма қажет болады. Форманы спиртпен жақсылап тұрып сүртіп алуымыз керек. Спиртпен сүрткенде таза болады, әрі шариктарымыз жалтырап әдемі көрінеді. Шоколадный глазурымызды бірінші микроволновкада осындай қалыпқа келгенше ерітіп аламыз. Мен сіздерге екі түрлі вариантта көрсететін боламын. Алдымен қасықпен жағу әдісін және екінші кесішкамен жағу әдісін көрсетемін. Екі вариантта жасап көріңіздер. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сол вариантта жасасаңыздар болады. Маған қасықпен ыңғайлы. Мен көбінесе қасықпен жасаймын. Осылай болды. Енді қалған бөліктегі шоколадты ақ түске бояйтын боламын. Ол үшін маған диоксид титаны қажет болады. Диоксид титаннан жарты қасық қосатын боламыз. Енді барлығын бірге араластырамыз, ақ түс болғанша. Шоколадымыз ақ түс болды. Енді осыны қалған бөліктерге жағып шығатын боламыз. Дайын болған шоколадтарымызды морозилькаға салып қатырып аламыз. 10-15 минутқа. Шоколадтарымыз қатқаннан кейін формасынан шығарып аламыз. Формасынан аккуратно шығарып алуымыз қажет, себебі ол сынып кетуі мүмкін. Егер де сынып қалатын болса, оны қайта ерітіп, қайтадан жақсаңыздар болады. Байқағандарыңызда шариктар екі түрлі, біреуі сарғыш, екіншісі ақ түсті. Сарғыш түсті біз кондуримен бояйтын боламыз. Осындай темір ыдысты немесе тарелканы ысытып аламыз және осылай шариктарымызды жабыстырамыз. Міндетті түрде қолдарыңызда перчатки болуы қажет. Перчатки болмаса, шоколадный шариктарымыз еріп кетеді. Барлығын видеодағыдай дайындап аласыздар. Шоколадтарымыз дайын. Сарғыш түстегі шоколадтарымызды кондуримен бояймыз, ақ түсті шоколадтарымызды торттың бетіне қоя беруіңізге болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.